намазда самиғаллаху лиман хамида деп рукуктан тұрған кезде, бұл жай ғана сөз емес, бұның мағынасы Алла тағала өзіне мадақ айтқан пендесін естіді дейді. Яғни бұл намаз деген дүние тек қана Алламен байланыс емес, намаз деген дүние Алламен тілдесу, Алламен сөйлесу, Алламен диалог құру. Имам бартындағы жамағат не дейді сол кезде? Раббана ва лакал хамд. Раббымыз өзіңе сондай мақтаулар болсын деп айтады. Егер де сіз осы кезде хамдан кафиран тайибан мубаракан фих деген сөзді қосып жіберсеңіз, Раббым өзіңе сондай мақтаулар, өте көп, таза, берекелі болған мақтаулар болсын десеңіз, тіпті одан сайын бұның сауабы мен берекесі әңгімеңіз артып кетеді екен да. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына намаз өткізіп тұр. Сол кезде артындағы біреу Раббана ва лакал хамд дегеннен кейін хамдан кафиран тайибан мубаракан фих деген сөзді айтып жібереді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазын аяқтап болғаннан кейін сұрайды, кім жаңағы сөзді айтып жіберген деп. Сол кезде айтады, бұл сөзді періштелер Алла тағаланың тарапына жеткізу үшін жарысты дейді да. Яғни бүкіл періштелер осы бір мадақты Аллаға жеткізу үшін жарысқан екен да. Әрбір дұғаның егер сіз мағынасын білетін болсаңыз, Алланың сізбен сөйлесіп жатқандығын білесіз ғой. Сіздің оқып жатқан намаздағы әрбір дұғаларыңыз, әрбір сүрелеріңіз, әрбір қимылдарыңыз бұл Алла тағаламен болған байланыс, Алла тағаламен болған диалог деп біліңіз.